Сәлем, бүгінгі рецепте кешкі асқа дайындауға болатын жаппасай тағамы. Алдымен етімізді тазалап, майда етіп тураймыз, болмаса тартылған етті де қолдануға болады. Отта тұрған қазанымызға сұйық майды құйып, етімізді салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Ет кішкене қуырылып, суы тартылғаннан кейін пияз саламыз. Сарымсақты майда етіп турап саламыз және томат саламыз. Сәбізді де кішкентай 4 бұрыш етіп турап саламыз. Бұл жерде барлық көкөністерді кіші етіп тураймыз. Еттің бетінен асырып, су құйып, бетін жауып, баяу отта қайнатамыз. Қамырын дайындаймыз. Жылы суға тұз, жұмыртқа салып, ұн қосып, орташа жұмсақтықта қамыр бастырамыз. Бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Картошканы кішкентай етіп турап саламыз. Қамырды жұп-жұқа етіп жаямыз, арасына сұйық май жағып, орташа бөліктерге бөлеміз. Қамырды видеода көрсетілгендей салып шығамыз. Бетін толық жауып, астыңғы отын жай қойып, 45 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін қамырды бір-бірінен ажыратып, тарелкаға салып, үстіне салмасын салып, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын.